Талантливый человек, талантлив во всем. Одна из граней таланта Александра Саможикова – спорт. Он является почетным мастером спорта Советского Союза по боксу. Был многократным чемпионом Хакасии, Красноярского края и Российской Федерации. Но любовь к родине, непреодолимая потребность признаваться в любви своему народу, своей земле через музыку одержали верх. Ведь когда душа поет, ничто не может погасить музыку, рожденную сердцем. Александр Саможиков неоднократно был отмечен благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства культуры Республики Хакасия за творческий вклад в развитие национальной культуры. В исполнении ансамбля «Ульгер» под руководством народного артиста Республики Хакасия Вячеслава Кученова прозвучит песня «Щирым Тынызы» – «Дыхание родной земли». Чалық Иша эфирінің армышы студияларымыз маға келіскен қады тоғын істінегі Александр Степановичтің қады 93 жылдың зары айлынызды біз тоғынғыз Хакас шерін оға күп алыр жары қалыр жашыр қады кейгачері біреді қысқызын бірғатып біз қадын олың демес су жықты ирпарегінді Батпырға санды қара тұзы суға тұғыз, тегешері күйлер азығы бірде болмағыз. Ағырын күл жағының ешдің трактора сығар болдық су, автобусты түстің оға қыны тоқ болған түсті. Аның соңында тегешері біздің Александр Степанович оға бай ұстыл кізі, ол көп сілік, сарыныр, ұрылыр, көбілер сыйлық берген біздің жоны бұсқа олардың арасында бұл шерін тынызы.